Ал құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, саламатсыздар ма? Өзімізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алға ауылдық округінің әкімі Есбергенов Бағдат Сабырұлы. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдауды өткізуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурстарында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқару органдарының өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізілуде. Қоғамдық тыңдаулардың хатшы таңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатура ұсынылады: Қазэкопромстрой басшысы Амзекулов Алмаз Момынханұлы. Дауыспен осы кісінің кандидатурасын қол көтеріп қолдаймыз. Қолданды, қарсы қалыс жоқ. Сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті Алға және Сауытбек ауылдарының тұрғындары. Мынау 25 жылдың декабрінде бітеді полигондардың рұқсаты. Соған байланысты біз жоба әзірлеп жатырмыз. Қазэкопромстрой ЖШ қатты қалдықтар бойынша полигонға келетін болсақ, менің есімім Алмаз Амзекулов, Қазэкопромстрой ЖШ-сының директоры және онлайн Тілеубаев Әділет эколог қатысып жатыр. Мынау полигонға келетін болсақ, Шу ауданының тұрғын үй шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары коммуналдық мекемесінің Алға және Сауытбек ауылдарының қатты қалдықтар полигоны Шу ауданы Алға округінің Алға ауылының оңтүстігіне қарай 2000 метрде орналасқан. Қысқаша сипаттама беріп өтсек, қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісіне келесі жұмыс түрлері жасалынады. Қатты тұрмыстық қалдықтардың шығару бойынша жұмыстар орындау және қабылдау, сақтау және одан әрі оқшаулау. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер үсті, жер асты суларының ластануын қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтардың үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтарды нығыздау жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады. Жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Жобаның методикасы бойынша әр адамға халықтың санына өсуіне байланысты есептелінген. Қатты қалдықтар полигонында барлығы 9 ауа ластаушы көздері бар. Оның ішінде 1 ұйымдастырылған, 8 ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығындары 13 ингредиенттен тұрады. Нормативті шартты шығындар жобасына сәйкес жалпы шығындылар жылына 11,9643 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 2,3323 тонна, газ тәріздес және сұйық заттар 9,6320 тонна. Біз жобаны 10 жылға рұқсат алу бойынша жұмыс жасалып жатыр. Соны әр жылға адам санының өсуіне байланысты әдістемелермен есептелген. 26 жылға 11,9643, 27 жылға
12,2479, 28 жылға 12,5400, 29 жылға 12,8427, 30 жылға 13,1536, 31 жылға 13,4738, 32 жылға 13,8600, 30 жылға 14,1433, 34 жылға 14,4932, 35 жылға 14,8634 құрайды. Және соның ішінде қатты қалдықтар басқару бойынша 26 жылға 1277,03, 27-ге 1315,34, 28 жылға 1354,80, 29 жылға 1394,45, 30 жылға 1437,31, 31 жылға 1480,43, 32 жылға 1524,84, 33 жылға 1570,54, 34 жылға 1617,70, 35 жылға 1666,24. Және осы жұмыстардың жоспарлы түрде қоршаған ортаны қорғау жұмыстары бойынша қоршаған ортаға әсер ету мониторинг жүргізу, көшеттерді отырғызу, оларға күтім жасау, аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары, жабдықтарды жөндеу және көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілмеуін алдын алу, экологиялық ағарту насихаттау, экологиялық басымдалға жазылу өткізу бойынша табиғатты қорғау акциялары, жарыстар, сенбіліктер өткізілуі қарастырылған. Жабдықтарды жөндеу кезінде құралдарды жөндеу, жанар-жағармайлардың төгілуін болдырмау жұмыстары қарастырылған. Сұрақтарыңыз болса, экологиялық жоба бойынша. Бұл жаңағы экологиялық шараларды Шолудан әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлік автомобиль жолдары бөлімі теңгерімінде болғандықтан солар атқаруға тиісті ғой. Аха, сол кісілердің солардың құзырында болғаннан кейін, иә. Рахмет. Бұны енді біз де атсалысамыз ғой, бірлесіп отырып шешілетін әңгіме. Биыл енді мынау қоғамдық тыңдаулардың қорытындысына келсек, 26 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттама қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептейміз. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасына платформасына орналастырылатын болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Қоғамдық тыңдау осымен аяқталды. Құрметті ауыл тұрғындары, келіп қоғамдық тыңдауға қатысқандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.